Жаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге сыр қосылған картопты бәліштің рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырына қажетті заттар: қайнатылған картоп, ұн, укроп, ерітілген сары май, жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен қайнатылған картопымызды езіп аламыз. Және оған ерітілген сары майды қосамыз. Егер сіздің картоптарыңыз ыстық болатын болса, онда сары майды ерітудің қажеті болмайды. Жұмыртқаны қосамыз, укропты қосамыз. Жақсылап езгіштің көмегімен езіп, жақсылап араластырып аламыз. Және оған шым-шым тұз қосамыз. Және 1 чайный ложка разрыхитель қосамыз. Онды қоса отырып, қат кішкене қоюланғанша ұн қосып, арнайы араластырғыштың көмегімен араластырамыз. Одан соң қолымызбен жақсылап илейміз. Еуін қандырып, жақсылап илеп, 5-10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды 2-ге бөлеміз. 2 бөлікті де әдемілеп домалақтап дайындап қоямыз. 1 бөлігін жаямыз. Асты жабыспас үшін ұн себеміз. Көлемін дөңгелекке келтіріп жаямыз. Асты жабыспас үшін қайта-қайта ұн сеуіп отырамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін оны арнайы сүлгінің үстіне жабыспас үшін уақытша қоя тұрамыз. Міне бұлай қоя тұрамыз. Енді екінші қамырын жаямыз. Екінші қамырын дөңгелектеп жайып болғаннан кейін оны 8 бөлікке сызып бөлеміз. Арнайы пышақтың көмегімен 8 бөлікке бөлеміз. Міне бұлай. Және біздің салмамызға сыр және укроп қажет болады. Соны осы сызықтар бойынша әдемілеп салып шығамыз. Бұл рецептісімен астында жазып бөліскен болатынмын. Және бұның үстіне бағана сүлгінің үстіне жайылған қамырымызды осының үстіне жабамыз. Әдемілеп біркелкі қылып жауып, шеттерін жабыстырып, және бағанағы сызық бойынша әр үшбұрышты осылай саусағымызбен бөліп шығамыз. Қазір пышақпен кесуге оңай болу үшін. Және пышақтың көмегімен әр үшбұрышты осылай бөліп шығамыз. Осылай 8 бөлікке бөліп аламыз. Және қызып тұрған табадағы майға пісіріп аламыз. Орташа отта 4-5 минутта піседі. Асты қызарған соң келесі бетін аударамыз. Осылай 2 бетін қызартып пісіріп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.